Эфирде республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн яқшы болсын бәлі yoldaşlar. Zaman söyle 12 saat 10 dakika. Басылаймыз яшау суы деп аталған біздің радио беруімізді. Бәлі yoldaşlar, сөйле тыңлаңыз Асан Маймановтың Қаңғылы ауылынан Ұлы Аталық қауғасының белсінді қатынасушысы Солтанбек Наурузовтың ақында yazған хабарын. Ноғай аналар өстірген егіт ясыларды, мыңлаған қыралдасларымыздай болып, қауғадың отлы yollarында дұшпанман егітлерше соғысқандар. Сондайлардың бірісі Қоңсы Ставрополь крайының Минераловод районындағы Қаңғылы ауылының еслі яшаушысы Солтанбек Наурузов болады. Қауғадан алдыңғы yıllarda Солтанбек Наурузовтың әйелі де язалауға ұшыраған, туған үскен жерлерінен алыстағы Қазақстанға айдалған. Кішкейінен алып, ашлықты да, ялаңлашлықты да бастан атқарған ясуйкөн көрген қиындықларын ақында сөреде көмекөйі босап ескереді. Қауға басланмай тұрып, 1933 жылда Совет әдемдері көплеген қиындықларды басларынан атқарғандар. Айтуының себебі сол, Совет yıllarında қолайлы болған сансыз әйелдер язалауға ұшырағандар. Оларды вагонларға тиеп, Сибирге, Қазақстанға айдағандар. Онда еткеші көп әдемдер түрлі маразлармен ауырып, yolda өлгендер, олардың леслерін көмей, терезе есіктен таслап барғандар. Сондай әлде сау қалмаға бек қиын еді. Сүргінге жіберілгендердің ішінде біздің әйелде болған. Біздің әйелімізді Қазақстанның Карганин обласының Асақар районының 11-ші поселогына жерлестіргендер. Атаман анамда үлкен әйел болған. Олар 5 балады қарағандар, деп ескереді сол yıllarda Солтанбек Наурузов. Біз сол заманда әлі де кішкей балалар едік. Қазақстанда яшағанымызда мектепке барғамын. 7 класты оқып құтылғамын. Ашлық yılları еділер. Есапсыз бек ауыр замандар болдылар. Үстімізге киімеге киім таппаған күнлерімізде көп болдылар. Есімде менің үстімде тек көйлегім бар еді. Балалар дерістен переменаға шыққанда, мектептің азбарында олармен бірге ойнаймын. Деріске кірселер, мектептің төгерегінде айланып жүремін. Шықсалар тағы да ойнаймыз. Үстіме кигендей станым жоқ еді. Бір кере терезеден көріп оқытушы мені деріске кіргістейек болды. Мен ұялдым. Тамамында оқытушы мені зорман деріске кіргістіп, соңғы партаға отыртты. Ертенде келерсің деп айтты. Ертенгісі күн келгенімде оқытушы маға кетен шуалдан тігілген станды ұзатты. Мен зауықланып, оны киіп деріске кірдім, оқып басладым. Соң қауға басланды. Мен сол заманда тек 7-ші классқа баратаған едім. Мақтанып айтпаймын, игі белгілерге оқитаған едім. Әр шерік сайын мақтаулар алатаған едім. 5-ші, 6-ші, 7-ші классларда бізге немец тілін үйренеттаған еділер. Мен немец тілінен тек 5-терге оқитаған едім. Біз балалар соңғылықта 1941 жылда қауға басланған заманда мектепті таслап, қауғаға кеткен үлкен ағаларымыздың, аталарымыздың орларына колхозда құлық еттік. Оқуды бардырмаға амалымыз болмады. Атам кішкей бебем, қарындасым ашлық болған жылда Қазақстанда топырақ болдылар. Мен 2 үлкен ағам анабыздан қалдық. Қауға басланғанда 2 ағам да дұшпанға қарсы соғысқа кеттілер. Өкінішке олардың екеуі де қауғадан үйге қайтпағандар. Мен анаммен жалғыз қалып, колхоз құлықларын бітірмеге ярдамластым.
Артын сыра 1943 жылда қолымға повестка сылатып, мені де фронтқа жіберділер. Сол заманда яшарлық юртта ерлерді бармақпан санамаға бөлек еді. Басларына тастар киген қысқа аяқлы аналар беллерін қаты буып, колхозда ерлердің құлықларын етіп жүрділер. Өгіз егіп, ер айдадылар, пішен шадылар, маллар қарадылар. Сондай қиын әллерде әйел асырадылар, балалар өстірділер. Кешесі күндіз демей фронттағы ян достарына, ұлларына, күйеулеріне шонтықлар, юн юқлар тігіп тұрдылар. Анамның екі табадың арасында пісіріп маға ерген юмсақ елі өтпеклері, атықлары сөреде менің таңлайымда тұрадылар, дейді Сақаман. Қауға басланған заманда Солтанбек әлі де 17 ясына толмаған еді. Бәрі де ерлер де болып, ол қауаға ерлік борышын толтыруға кетті. Бізді яс әдемлерді түрлі вагондарға тиеп, Ақмола қаласына кеттілер. Сөйле ол белгілі айтулы Астана қаласы. Онда еткенде басқа вагонларға олтыртып жіберділер. Турасын айтсам, қайда баратағанымызды өзімізді білмей таған едік. Бір кешедің ортасында Орлов курс бүгідегіне келіп еттік. Мұнда қаты соғысла баратаған еділер. Ер-ерде атылулар, қара ердің өзі де янатаған еді. Біз болсақ әлі де бір затқа да үйренген жоқпыз. Түбекті қайтып істеғімізді да білмейміз. 6 айдың ішінде үйренулерді өттік. Соң офицер келіп, 12 әдемді ағашлықтың ішімен басқа ерде орласқан дивизияның штабына кетті. Солардың ішінде мен де бармын. Онда бір блиндаж құрылған еді. Сонда яны үйренулерді бардырдық. Ызында солыплы разведчиктер бізге тілді еткермеге борыш берділер. Еберектен алын бізге қайды елман бармаға, дұшпанлардан қайтып қоршан олмаға керегін үйреттілер. Сөйтіп біз бірінші кере тілді дивизиямыздың штабына еткердік. Ол бізге үлкен сынау болды. Тілді екінші кереде алып келдік. Үшінші кере еткермеге өзіміз кеттік, деп қызықлы хабарлайды Солтанбек ағай болған затлардың ақында. Ол зат басшылықпан сезілмей қалмады. Кең яурынлы, бойлы сылны егіт әскершіді көп ерлерге операцияларға алып бардылар. Сақаманның беркітуінше бір кере оларды дұшпанлардың тылына әкеттілер. Қаты соғысларда взводтың командирі Капелистен өлгенде генералдың алған бұйрығымен Солтанбекті взводтың командирі етіп беркіттілер. Сол заманда тілді еткеру үшін 1943 жылда оға Ұлаталы қауғасының 2-ші дәрежелі орденін бергендер. Ердесіміздің егітлігіне етілген бірінші сыйы оны тағы да яңы бәтірліклерге дәурендірді. Сол оқ елдің қыс айларының бірісінде оны етекшілейтаған взводына үлкен тілді еткермеге тапшырылды. Өзлері түзген генералы план бойынша Солтанбек Наурузов достарымен бірге үстілеріне немец киімдерін киіп, қоларына немец түбіклерін ұслап, дұшпанның тылына барғандар. Солтанбек немец тілін әру білгеннен себеплі, теңгілермен бірге олардың тылына еңіл өтіп, немец генералын бір қайғысыз алып шыққан. Болған үшін генерал ярым шақырым ер барғаннан соң жүре алмай тоқталады. Тілді өлтіру разведчиктерге пайда бермейді. Сол себеплі де олар оны байлап, сүйреп әкеткендер. Сондай ямыслықты, шынты бәтірлікті көрсеткен үшін Солтанбек Наурузов 1943 жылда Богдан Хмельницкийдің орденмен сауғаланған. Дайым қауғадың отлы сыдыраларында болған ноғаяз көплеген операцияларда белсіні қатнасып, шынты егітлікті көрсеткен. Айтпаға 1944 жылда Белоруссияды, Прибалтикады, 1945 жылдың 1 майында Күнтуар Пруссияның Кенигсберг қаласын дұшпанлардан босатуды белсіні қатнасқан. 9 майда ұлы еңгудің күнін Керу Кореяға бары атырып, yolda Белоруссияның темір yol станцияларының бірісінде жолыққан.
Сөйтіп көкке мылтықларды атып, бірі-бірлерін құшақлап, совет әскершілері еңуді белгілендер. Артынсыра бір айдың ішінде Японияның Мугден, Янзей, Гирин қалаларын алуда орташылық еткен. Сұлтанбек Мұсаевич Наурузов Ұлы Аталық қауғасының белсенді қатынасушысы болған. Ұлы Аталық қауғасының 2-ші, 3-ші дәрежелі ордендері, егітлік үшін медаль, даңқлықтың 2-ші, 3-ші дәрежелер ордендері, Германияның еңу үшін, Японияды еңу үшін, Белоруссияды босату үшін көплеген мерекелі медальдер сөреде ветеранның омырауын ярасқылайды. Сталиннің тапшырған бұйрығымен келісте, біз совет әскершілері қауға құтылған соң 2 ел 8 айдың бойында Китайдың әскершілеріне қауғада қайда қоршануларды етпеге керегін, ала садақларын қайтып құланмаға керегін үйреткеміз. Ондан соң да 5 елдің бойында бізді өз елдерімізге вермей тұрдылар. Ұлы Аталық қауғасынан соң совет әскеріне шақыру болмағаннан себеплі 5 елді біз қызмет қылдық. Үйге бізді тек 1950 елда берділер. Қазақстандағы үйдің есігін мен тек 1950 елдің апрель айында ашып кірдім. Сол заманда мен 25 ясында едім. Артынсыра 1966 елда ата юртыма Қанғылы ауылына қайттым. Бәлі yoldaşlar, сөйлесіз тыңладыңыз. Асан Аймановтың Қанғылы ауылынан Ұлы Аталық қауғасының белсенді қатынасушысы Сұлтанбек Наурузовтың ақында yazған хабарын. Dost yok, uyde barlık yok, bas yok, uyde birlik yok, sol ekevi yok uydun, elge halka suyu yok, yigit tuğul olmagay, orgıtıp atnın mesi, konak gelse koy soyup, konak alıp bilmesi. Şun aytkanlar, atmırat dep ataylar, atmınmegen erkekti, kim körgenler nogaylar, atsız nogay kanatsız dep aytılgan burundan, nogayımda sol söz var, atalardan kalıngan, arımaz, argımak, dengizde batmaz, boslay, er nogay, hının bosatmaz. Armaz, argamak, dengizde batmaz. Boslay, ernogay, hının bosatmaz. Bizim nogay kamışı, көп zamanlar oynatkan, sosu күнге дейінде, қаты атын yoytpagan, қайдай күшлі яуыда, ondan korkpay болмаған, соқылдатып соққанда, yanın almay kalmagan. Arımaz, argımak, dengizde batmaz. Boslay, ernogay, hının bosatmaz. Arımaz, argımak, dengizde batmaz. Boslay, ernogay, hının bosatmaz. Argımak dengizde batmaz. Boslay, ernogay, hının bosatmaz. Armaz, argımak dengizde batmaz.
Бәлі юлдасар, сөйле тыңлаңыз, bizim белгілі шайырымыз Магомед Утемисовтың бір-екі ятлауларын. Юрт, нәсіп ізлеп қыдырмаға дүнияда, атланғанлар ұзақ yolға тамаша, қайтадылар ата-ана юртына, ят елінде күн туады басқаша. Ата юртын таслап кетсең даңғылға, еш сағынмай болмай ақсын меканды, естен таймас бол сен қайсы шағыңда, көз алдыңа тұрар тандыр елтаным. Үйрелесіп көшеділер ызына, ізілейділер ұяларын құсылар да, бәрі янға ісі туған яқлары, сағынады юртты қайсы инсанды. Қаты еллер есті керу яғынан, шайнап сілкіп бауда болған теректі, япырақлар ұшадылар ауада, күннің көзі елітпайды жүректі. Сұқланамын табиаттың күшіне, ерде болған бәрі затты сарғайтты, ердің нұрын түрлендіріп өзінше сыпат шырай еш қалдырмай қартайтты. Ақ теректен ұлпа ұшқан шағындай, еңіл түсіп ер үстіне қар яуар, 100 ясына келген қарттың шашындай, бәрі затта төгеректе ағарар. Сұқланамын табиаттың күшіне, ерде болған бәрі затты сарғайтты, меннен 1 ел тартып алып өзіне, мені тағы 1 ясымға қартайтты. Yılqınadı yüreğim, zaman suday ağadı, zamanında tez болып, gül yaslığım baradı. Qayda yaslıq yanasın, toydun ma sen dünyağa, nege menden qaşasın, yetpeymin mi yanına. Yanılasın yaslığım, qartaymağa asıqma, köpті senin көрерім, ömrümді қысқартпа. Yaşauğa bir alarsın, alıp onu yaynaşsın, bir turuspan yaslığım, menimden bolaşsın. Kun tüygenmen örtökmüz, bilşeşeke solusa, yaslıq eti eş gelmez, qara şaşqa qar yağsa, yaslıq eti eş gelmez, qara şaşqa qar yağsa. Бәлі юлдасар, сонымен bizim bugungi radio berumiz so'nguna keldi. Yaxshilik bilan qolinglar.